Агробизнес 20-20 мемлекеттік бағдарламасының шикі тұстары көп. Бұл туралы өңіріміздегі кәсіпкерлер палатасының басшылары бас қосқан жиында айтылды. Мамандар мемлекет тарапынан кәсіпкерлерге беретін жеңілдіктер қолжетімсіз екендігін жеткізді. Нақтылай кетсек, халық ауыл шаруашылық саласына қабылданған бағдарламалардың шарапатын көре алмауда. Оған себеп кәсіпкерлерге көрсетілетін көмекке қойылған талаптың тым жоғарылығы екен. Осы мәселенің бірі кәсіпті кеңейту жағы дұрыс жолға қойылмаған. Айталық, ауыл шаруашылығын ұлғайтып, тиісінше олардың жағдайын жасауға кеткен қаржыны қайтару үшін кәсіпкерлердің қолында кемі 200-ден жоғары қара мал болу керек деп айтылған. Мұны естіген мамандар бұл мәселені қайта қарау үшін үкіметке ұсыныс беру керек деп шешті. Ең бір қолайсыз жағдайы жалпы бағдарламаның біздің өңірімізге бейімделмеу. Бірінші кезекте тұрған мәселе бұл 3000 бастан аса ірі қара мал басын бордақылайтын алаңдарына қаралған бағдарламаның негізгі бір шарты. Бұл ондай үлкен шаруа қожалықтары бізде жоқ. Тікелей Қазагромаркетинг акционерлік қоғамының филиалының директоріне бұл сұрақтар хаттама түрінде жолданады. Жақын арада бұл мәселе бойынша ақпарат алып, өзіміздің ресми сайтымызда жария етіледі.